Ал Алматыда 100 нақты қадам, жаңа табысты мектеп атты республикалық форум өтті. Басқосуда елдің әр қиырынан келген мектеп, балабақша директорлары ұлт жоспарының 76-шы, 77-шы, 79-шы және 86-шы бағыттарында жүктелген тапсырмаларды жүзеге асыру тетіктерін талқылады. Атап айтсақ, 12 жылдық білім беруге сатылап көшу, оқушылар мен оқытушылардың үш тілді еркін меңгеруі және ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап енгізу мәселелері қаралды. Форумға еліміздің 200-ден астам мектеп пен балабақша директоры қатысты. Олар қазір республикалық өрлеу біліктілікті арттыру орталығында 10 күндік қайта даярлау курсынан өтіп жатыр. Өйткені мектептің табысқа жету үшін білікті басшы кепілдік береді. Ал тек өз ісін жетік меңгерген көшбасшы мұғалімдер мен оқушыларға үлгі болады. Елбасымыздың 100 нақты қадам ұлт жоспарында білім саласына байланысты айтылған, қойылған мақсат міндеттерді орындау мақсатында біздер табысты мектепке қол жеткізуіміз керек. Ал табысты мектепке қол жеткізу үшін менің түсінігімше мектеп басшысы мен мұғалімдер өзара әрекеттесе жұмыс атқару керек. Табысты мектеп болу үшін ең бірінші кадр мәселесі мықты болу керек. Екінші, мектептің материалдық техникалық базасы жақсы болу керек. Сосын білім мазмұнын қазіргі талапқа сәйкес өзгертіп отыруымыз керек. Осындай мәселелер жаңа табысты мектепке алып барады деп. Табысты мектеп табысты балабақшадан басталады дейді мамандар. Сондықтан балаларға ерте жастан дұрыс тәрбие беріп, ата-аналармен де жүйелі жұмыс жүргізу қажет. Ең бастысы бүлдіршіндерге инклюзивті білім беру. Бұл инновациялық технологияларға сүйеніп, жеткіншектің ойлау қабілеті мен интеллектуалдық қасиетін жетілдіру деген сөз. Инновациялық бағыттардағы әртүрлі тәсілдер, біріншіден ол тиімді, екіншіден ол қазір әлемдік өзгерістер болып жатқаннан кейін біз табысты балабақшаның қатарына келу үшін біз оны жүзеге асыруға міндеттіміз. Ол ең бірінші баланың ойлау әрекеті, одан кейін баланың тілдік құзыреттіліктерін дамыту, интеллектуалдық бағыттағы дамыту жағынан өте тиімді. Елімізде 2016-2019 жылдарға арналған білім беру бағдарламасы бар. Онда ғылымды бәсекеге қабілетті етіп, адам капиталын дамытып, мұғалімнің мәртебесін көтеру міндеті қойылған. Сондықтан алқалы жиында білім орындарының басшылары осы межелерге жету жолдарын пысықтады. Амангелді Талғат Бекпенбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.